Зобалаң деректі роман. Авторы Момбек Әбдікәмұлы. Екінші бөлім көмусіз шейіттер. Созақ пен Сарысу өңірінде былайғы жылдары көкек айы жаңбырлы болатын. Биыл наурыздың соңы жаңбырлы болғанымен, міне қазір мезгіл көкектің ортасына таяса да, 10-15 күннен бері аспаннан бір тамшы тамбай, ауа райы ерте ысыды. Күн жылғасын көктесінде қау етіп тез көтерілді. Бұрындары қазақ малы үшін көктің тез көтерілгеніне қуанатын. Биыл өздері үшін қуанған. Себебі көк өскіннің арасында адам жеуге жарайтын шөптер болады. Бағзыда қазақ ондай шөптерді анда-санда, онда да әуез тартса ауызға алатын. Ал биыл көкпен бірге бой көтерген қақы, қартаңқұлақ, жабай жуа, әткеншек тәрізді шөптер қатқа айналды. Өйткені айналадағы ауыл тұрғындарының азығы қазір осында жеуге жарайтын шөптің үстінде. Қыста иті мен мысығына дейін сойып жеген адамдар көктем туа қыр кезіп, көк майса арасынан әлгіндей шөптерді іздеп, күні бойы сарпылу салтанға түскен. Байқадамның батыс жағында орналасқан Жайылма колхозы деп аталатын ауылда былтыр жұрттың қарасы молды. Одан арғы жылдары жайылмалықтардың адамдарынан гөрі малдары көптін. Колхоздасу басталғалы бергі 3 жылда ауылда тігерге тұяқ қалмады. Демнің арасында сонша малдың қайда кеткенін аңдамаған жұрт аң-таң. Кәрілер айтты, ақырзаман жақындағанда мал мен жан көзге көрінбейтін жолмен азайып жоқ болады екен. Ой Аллай, ақырзаманның басы осы шығар деп. Орта жастағылар мен жасыр айтты, қайдағы ақырзаман? Белсенділер қорқытып үркітіп, одан қалса алдап сулап, малдарымызды айдап әкетіп, шетіне сойып, етке өткізіп жіберді. Соның кесірінен ұрындық қой аштыққа. 1928 жылғы қуғын-сүргіннен әупіріммен аман қалып, намаз бен Құранын түнде үйінде жасырып оқуға көшкен Аңсатбек молда ел-жұртты аштыққа ұшыратқан дінсіз кәпірлер, оның ішінде әлхамдулилланы ауызға алмайтын кәпір қазақтар да бар. Алдыңғы жылғы Созақтағы Сұлтанбек бастаған соғыс естеріңде ме? Бәріміз жабылып сондай соғысқа шығуымыз керек. Жихад соғысын бастамайынша қарнымыз тоймайды. Өлігіміз әр жерде шашылып көмусіз қаламыз деп біраз ағайындарына үгіт салып жүр. Бірақ аштықтан басы айналып, көзі қарауытқан көпшілік соғысқа қалай ұйымдассын? Аңсатбектің ләмі жай бір айта салған сөздей, ешкімнің көкейіне қона қоймады. Былтырғы күзден бері үкімет саясатының кесірінен төрт түліктің бәрі көздерінен таса болған жайылмалықтардың қыс бойы адамдары да азайып шықты. Алдымен аштыққа шыдамаған кәрілер мен жас балалар өлді. Күш қайраты бар әлділердің біразы Түркістан мен Әулиеата жаққа босып кетті. Қалғандары шөп қайнатып, тышқан аулап күнелтті. Күн жылт еткеннен бері адам жеуге жарайтын шөптерді ауыздарына тыққан, денсаулықтары мен дене тұрқылары осалдау тұрғындардың бірсыпырасы ісіп кеуіп тышқақтап жүруге жарамай қалды. Жүруге жарамай қалғандардың өмірі 4-5 күнге бармайды. Ахлеп-ухлеп әбден қиналып, ақырында тіл қатуға да мұшаралар болмай, жатқан жерлерінде жан тәсілім ете береді. Жайылма Сары Адырдың нақ ортасында. Үлкен қалаларға қатынайтын күре жолдың бойында да емес. Өзен мен бұлағы да жоқ. Суды құдықтан ішеді. Базар ошары, түрлі мекемелері мен зауыт, фабрикалары бар қазақ елінің ірі-ірі қалаларының көшелері аш-жалаңаш шұбырған кезбелерге толған мына шақта айдаладағы Жайылма сияқты ауылдардың сиқы не болсын. Аштан өлмек түгілі көмусіз қалсам да, ата-бабаларымның жамбасы тиіп жатқан жерден кетпеймін деп жүретін Аңсатбек молда көкектің ортасына таманғы бір күні өзіне өзі жынданып кетті. Айналадағы ахуал жүйкесін тоздырып жіберді ме, кім білсін. Кеше азанда қара суды қайнатып, алдына келген кемпірінің қос бүйірінен пышақ салып, ыстық қанын ішіпті. Одан соң басын кесіп алып, шашынан ұстаған күйі далаға шығып, «Әй, кім бар маңайда? Тірілерің болса жетіңдер тез, үйде жаңа ет бар, асып жейміз», деп айғайлапты. Ет дегенге еліңе түскен көрші тұратын 50-ді алқымдаған екі немере інілері қатын бала шағаларымен солай жүгірген. Ентігіп келсе есік алдына әйелінің кесулі басын салбырата ұстап Аңсатбек тұрыпты. Бір қолында қан тамшылаған пышақ бар. Жүгіріп жеткен туыстары оны көргенде жүректер тас төбесіне шығып, әйелдер құлап-құлап түсіпті. Бет-аузының бәрі қан-қан. Аңсатбек, «Әй, келдіңдер ме? Енді сендердің бір-екеуінің қандарын ішейін», деп ағайындарына тұра жүгіріпті. Үлкен інісі қайып
қатын бала шағаларымен қашып үлгереді де кіші інісі Сайып ұсталып қалады. Артынша Сайыптың жер жарғандай өкірген даусы шығады. Қайып қорасына сүйеулі бесақаны ала салып, Сайып қалған жерге келсе, Аңсатбек оны пышақтап өлтіріп, сан етін кескілеп жеп отыр екен. Қаны басына шапқан Қайып со жүгірген бойда бесақаны Аңсатбектің қарнына қадайды. Жүресінен отырған Аңсатбек қолынан пышағын тастап жіберіп, ішіне сұғылған бесақаның темір мойнынан шап ұстап тура келіпті де, суыр бесақаны ішімнен, сенің де қаныңды ішіп етіңді жеуім керек деп айғайға басыпты. Қайып Аңсатбектің ішіне тығылған бесақаны ары итеріп, оны дуалға апарып бірақ жабыстырады. Бесақаның ұзын 5 темірі ішіне бойлай кірген соң, оңсың ба? Аңсатбектің тілдері салаңдап, көздері төңкеріліп, дуал бойымен төмен сырғып жан тәсілім қылыпты. Осы оқиға ауылдағы қараңдап жүрген аз ғана жұртты дүр сілкіндірді, жағаларын ұстатып, қатты шошындырды. Қайып кешке дейін ақ ұрып жатып алды. Қатындар шулап, балалар боз-боран болды. Кеш түссе, Сайыптың былтыр Қызылшадан қайтыс болған балаларының ішінен аман қалған 7 жасар кенжесі неге екені белгісіз аузы-басы қисайып бүк түсті. Содан көп ұзамай аяқ-қолдарын тынымсыз керіп-керіп, ақырын көздері жұмыла берді. Онсыз да күйеуінің қазасына қайғы жұтып, егіліп отырған шешесі баласы өлгенде шашын жұла аңырап, күллі ауылды басына көтерді. Қайып атып тұрды. Кінәні біреуден іздеп дауласатын заман емес. Сұрқы қашқан кер заманның кесірі бір туған бауырларға да тиіп жатыр. Сол кесірі аман қалған басқаларды орамай тұрғанда, қиыншылықтан шығатын жол іздеген абзал. Ылғи өлілердің басын күзетіп, ошақтары өшуге айналған ауылда өз өліміңнің кезегін күтіп отырғанша, жүргенге жүргем ілгердің жолына түскен ләзім. Осындай ойға бекінген Қайып 5-6 үй ара тұратын ауылдасы Шүкірге келді. Шүкір әйел екеуі Саршұнақтың қалдық сүйектерін суға жібітіп кеміріп отыр екен. Тамағымызға ортақтасар деді ме? Мұның келісін жақтырмай, бет ауыздарын тыржитты. Жақтырмаса да артынша ауылдастыққа тән пейілмен төмен қараған бойы Қайыпқа сөйледі. Кел бауырым, жай жүрсің бе? Мынаны алдыңғы күні тұзақпен ұстап, асып жеп едік. Енді құры сүйектерін кеміріп отырмыз. Саршұнақта адамға ас болуға жарайды деп кім ойлаған? Ай Құдай-ай, көретініңді көрмей, көрге түспейсің деген осы екен. Кеше жер астынан қабырлап жаңа шыққан бір қоңызды отқа қақтап жеп едім. Дәмі біртүрлі болғанымен, ол да асқа татырлық екен. Биыл жылда далада өріп жүретін тасбақа да жоқ. Әлі жерге шықпай жатыр ма? Пәлекетте көрінбейді ғой. Негізі соның етін адал дейді, деді әйелі. Қайбір күні жоғарыдағы дәу кемпірдің немересі бір тасбақа ұстап алыпты деген сөз шығып еді ғой. Ол оны қайдан тауып жүр екен? Деп Шүкір әйеліне қарады. Айныған қисықпас қатын кірпік шешенді бізге далбасалап тасбақа деп айтыпты ғой. Кеше немеремнің ұстап әкелгенін кірпік шешен деп маған дәу кемпірдің өзі айтты. О, Құдай-ай, ертең жыбырлап жылан шықса, оны да жеуден тайынбаспыз. Иә, көзіме бір жылан түссе, қазір-ақ тірідей жұта салуға бармын. Шүкір аузындағы Саршұнақ сүйектерін күтірлете шайнап, майын жұтты да, төсеніш киізін бір шетін көтеріп, қалдығын соның астына түкірді. Қайып, сөйлесейші, жай келіп едің? Жай болушы ме еді көке, бағанағы жайтты білесіз, Аңсатбек пен Сайыпты, анау баланы жерлесетін адам керек, ауылда екеумізден басқа еркек қалмады. Шүкір қушиған иықтарын одан бетер беңкейтіп, басын тізесіне жеткізе қатты күрсінді де бірауық үнсіз отырды. Бұл күндері ауылдастар өлген ағайындарының неден өлгенін сұрауды қойды. Тіпті бағанағы Аңсатбек сықылды. Адамдардың жан түршігерлік қылықтарға не себептен баратындарын талқылауға да салмайды. Еркектер де, әйелдер де, одан қалса балалар да күнде әртүрлі аурудан, аштықтан, түрлі шөптер мен ескі ас қалдықтарын жеп ісініп, уланып, өліп жатқандарға бойлары көндігіп, оларды қалыпты нәрседей қабылдайтын күйге жеткен. Ең ақыры бір-біріне көңіл айтудан да әбден жалыққандай. Адам өлімін мал өлімімен бірдей көре бастаған. Әлден уақытта Шүкір елең етіп басын көтерді. Өлгендерді біз көмеміз, ал біз өлсек кім көмеді? Сізге тағы бір шаруамен келіп едім көке. Жаңағы айтқан күдігіңіз орынды. Себебі келесі кезекте біз өлсек, өлігімізді көметін ешкім жоқ. Дәл қазір ауылда
Анау дәу кемпірді есептесек 10 адам қалыппыз. Неге алаңдап, нені күтіп отырмыз? Өлік басып құты қашқан ауылда. Былтырдан бері қанша ағайын кетті. Жан-жаққа ырзық несібе іздеп. Біз де кетейік, көке. Қайда Қайыпжан-ау? Жұрт қайда кетіп жатыр, сонда барамыз да. Жоқ, жақын маңда елде жоқ. Айдалада қалсақ мәйітіміз ит-құсқа жем болар. Аңсатбек жарықтық айтатындай, өлсек осы жерде өлейік, еш болмаса әке-шешеміздің аруағының жылы қолтығында жатамыз. Мына Қаратаудың ажағында, Мырғалы сай мен Ащы сайда, бергі Байжан сайда орыстың оқымыстылары әлденеше жылдан бері жер астынан кен іздесіп жатыр екен. Кен іздетіп, жер қазыруға көп қазақтарды жұмысқа алып жатқанға ұқсайды. Несібе теріп сол жаққа кетуді анада Аңсатбек көкейге бірнеше мәрте айтып көндіре алмап едім. Ақыры не болды, көрдіңіз. Енді даладан саршұнақпен тышқан аулап, одан қалса бос үмітпен жатып бекерден бекерге өле береміз бе? Азанға дейін ойланыңыз, көке, мақұл десеңіз, жол бастаушы өзім боламын. Қайып үйіне қайта келгенде күн ұясына қонақтайтын мезгіл түскен. Даладағы бастырмада әйелі мен 12-ден асқан баласы, Сайыптың келіншегі, яғни келіні үшеуі әлі сұлап жатыр. Екі әйелдің дауыс шығарып жылауға да халдері қалмапты, жай ғана сұңқ-сұңқ етеді. Қайып баласын тұрғызды. Батыр, кел айналайын, көмегің керек. Батырға бір күрек ұстатып, өзі бір күрек алып, қора артына шықты. Шүкір атаңа барып едім, көңілі жоқ екен. Жә, сен жігіт болып қалдың. Аңсатбек атаң мен Салқын апаңды, Сайып көкеңді, Тұранды қазір екеуміз көме салайық. Өліктерді ашық күйінде ертеңге дейін ұстап не керек? Осыларды көмсек, азанда ерте жолға шығамыз. Жабырқау жүзінде көз жасының тамшылары айғыз-айғыз із салған Батыр мұрнын бір тартты. Қайда барамыз, көке? Бір қалаға барамыз, жұмыс істеп нан табамыз. Әкесінің сөзі көңілін тоғайтып, жел бітірді ме, ол да жер қазуға құлшына кірісті. Екеуі 4 адам қатар жатса, сәрлықтай таяз шұңқырды тез қазды. Қайып 4 өлікті сүйретіп әкеп шұңқырға жатқызды. Мұсылмандықтың еш рәсімінсіз көміле салған 4 бейбақ осылайша қара жер түбінен мәңгілік орын тапты. Қайып азанда әйелі мен келінін, баласын ертіп тұрғызды. Күн көрудің ешқандай мүмкіндігі қалмаған ауылды тастауға еш өкінішін білдірмеген һәм баратын бағыттарында құтты бір сәтті сапар, тойымды шақ күтіп тұрғандай, әйелдер Қайып шешіміне бір ауыз қарсы келмей, қайта ылдым-жылдым қимылдап, жол керек-ау деген майда шүйденің түйіншектерінде шапшаң түйді. Белгісіз сапарға бекінген төртеуі сосын Шүкіртігіне келді. Есік алдында қара орамалды басына шарт түйіп байлап, кеудесін шарбақтың көлденең ағашына сүйеп Шүкір тұр. Ей, Қайып, шынымен кететін болдыңдар ма? Басқа амал қалмады, көке. Сіз ше, жеңешем ше, бізге ермейсіздер ме? Кеше сен кеткесін дәу кемпірге барып ақыл сұрап едім. 9 сөзге жарағаныммен 9 қадам жер жүре алмайтын менімен неменені кеңескелі келдің? Ел азды, жұрт тозды, адам құрт-құмырсқаны азық қылды. Өлгені көмілмей қара құсқа жем болды. Көрейін деген заманым осы ме еді? Енді жайылмадағы аштан қатқан соңғы өлік мен болайын. Сендер кетсеңдер, кетіңдер. Қарын тоятын жерге аман жетіңдер. Әл жиып алсаңдар, кейін елге қайтып, түтіндеріңді дүзу шығарып, біздің басымызды қарайтарсыңдар. Разымын сендерге. Немеремді ала кетіңдер. Бір атадан қалған жалғыз тұяқ қой, соны тапсырдым сендерге, деді. Содан келгесін түнімен ойландым. 150 түтін тұратын жайылмадағы ағайындардан қырылғанымыз қырылып, тіріміз жан-жағымызға лағып, ең соңында дәу кемпірді жалғыз шоқитып тастап кете барғанымыз ұятты-ау деп. Мен де жас емеспін, 70-тен астым. Осының бәрін ескеріп, дәу кемпірмен бірге ешқайда кетпеймін деп шештім. Кемпірім де қаламын деді. Сендер Жақсылық пен Тұрсынның үйіндегі келіндерді және дәу кемпірдің немересін ертіп кете беріңдер, болды. Мені көндірмекке сөздеріңді босқа шығындамаңдар. Шүкірдің айтқанынан қайтпайтын қайсар екенін ауылдың бұрынғы тұрғындарының бәрі білетін. Аталас жақыны болғасын, Қайып оның ондай мінезін басқалардан ерек біледі. Сондықтан да оған басқа ләм демей төртеуі кері бұрылды.
Жолай жаңа шүкір айтқан әйелдерді топтарына қосып дәу кемпірдікіне барды. Жарықтық апамай, бізбен қалай қоштасар екен, жүре алса ғой ертіп кетер едік, деді Қайыптың әйелі жыламсырап. Дәу кемпір жасы 95-ке келген кеуана. Егер тоқшылық заман тұрып жағдайын жасаса әлі 20-30 жыл өмір сүрерліктей қауқарға ие. Шалы кезінде күллі Сарысу мен төменгі Шу, Созақ және арғы жақтағы құмды төскейдің елін аузына аратқан би, дүние емес, үлгі сөз бен өнегелік қасиет жинаған аса абыройлы кісі еді. Ол төңкеріс алдында өмірден өткен. Артындағы екі баласын 1928 жылы Саудакенттен келген белсенділер бұрынғы бидің ұрпағы ретінде айдатып жіберген. Содан бері екеуінен хабар жоқ. Дәу кемпірдің өзі де текті жерден көргендігі мол, әрі адуынды. Соңғы 10-15 жылда ауылда жастары егде тартқан қариялар болғанмен, алыс жақын мекендердегі ағайын арасындағы дау-дамай осы кемпірсіз шешілген емес. Жиындарға бірінші соған сөз беріліп, тартылған бас соның алдынан қайтатын. Өзі еркек тұрпатты денелі әрі тіп-тік жүреді. Оған қоса жасы үлкен. Осыған орай оған жайылмалықтар дәу кемпір деп ат берген. Бұрыннан ел қамын ойлап, керек десең өзі шешен, батыр санайтын талай өркөкірек кісілерді әділдігімен тұқыртып тастайтын дәу кемпірге қазіргі жұрт ахуалы қатты күйзеліс әкелді ме, кейінгі күндері қатты шөгіп қаусай түскен. Қайыптар үйіне кіргенде дәу кемпір бір көне кебежені ақтарып, немересіне әлдене айтып отыр екен. Қайып қолын алды, әйелдер иіліп сәлем салды. Тіршіліктің құты қашса да, дәу кемпірдің көкірек сарайын тот баспапты. Ауыл әжесіне лайық ілтипат көрсетіп, жылы шырай танытты. Аман ба Қайып шырағым, көп жасаңдар, келін қарақтарым, келістеріңнің мәнін ұғып отырмын. Мына кебеже баяғыда қыз жасауымен бірге келіп еді. Қайран, салтанатты заман-ай десеңші, келмеске кетті ғой бәрі, енді келмейді. Осы кебежеде аталарыңның бір көйлегімен бешпетін сақтап жүредім. Сендермен бірге кететін мынау немереме ырым қылып, соларды кигізіп жібермекшімін. Жолы болсын, атасы сияқты ұзақ жасасын, әруақты кісі болатын жарықтық киесі сендерді де қорғап жүрсін. Молаға айналған, ажал шіркін тіріге сәт сайын тап-тап берген, тірлік тынысы таусылып қызығы өшкен, болашағы үмітсіз ауылда қарайып жалғыз қалудың қаупін елемей, алдындағыларды қалың ел арасында отырып әлде бір тойға шығарып салғанда кейіпте сөйлеген дәу кемпірдің баяу да орнықты сөзі әйелдердің көңілдерін босатып жіберді. Қайыптың да жаны жасып, көзіне жас үйірілді. Апа, біз сізді бірге алып кетуге келдік. Қайыпжан-ау, ұзақ сапарда мені масыл қылып қайтпексің. Масыл болмайсыз апа, керек болса мен, жігіт болған мынан балалар, анау келіндер, бәріміз сізді кезек-кезек көтеріп жүреміз. Адамды адам өлгенде ғана көтеру керек, сөзіңді қор қылма. Асарымды асадым, жасарымды жасадым. Құдай ендігі өмірді сендерге берсін. Әлбетте, қай қария болса да өлер алдында жайлы ғұмырды аңсайды. Бүгінгі күннің мендей қарияларына мамыражай кезде абыроймен өлуде пешенеге жазылмаса, Құдайға да өкпе артудың орны жоқ. Жайылмаға келін боп түскелі бері би аталарының арқасында мерейім тасып жайсаң ғұмыр кештім. Небір игі жақсылардың алдын көріп, ғибратын тыңдадым. Жайылманың өзінде қанша жақсылармен замандас болдым. Қаншама алтындай қимас абысын ажындармен бір табақтан ас жедім. Әне, олардың бәрі жатыр анау сырттағы молада, тысқа еңбектеп шығып, ішке таяқпен кіретін. Төрімнен көрім жақын жасымда, сендерге жүк болып, ет жақындарымның моласын тастай қашқаным атыма лайық па? Кеше шүкірге айтып едім ғой, осы ауылдағы аштан өлгендердің ең соңғысы мен болайын деп. Арттарыңа қарайламаңдар, маған алаңдамаңдар. Қайып, сен ес білетін еркексің ғой, бәрін саған тапсырдым. Бір айтарым, өзен жағалағанның өзегі талмайды дегендей, су жағалап жүріңдер. Жолсызбен емес, жолмен жүріңдер. Ал енді жөнеліңдер, жолдарың ашық, жүрістерің жеңіл болсын айналайындар.